Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен қазан кебаб жасау рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді тағам, және де дастарханға қойғанға да бір әдемі тағам. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Егерде арнама тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыз. Енді осы тағамды жасауға кірісемін. Мендегі ет сиырдың еті. Негізі қойдың етінен жасасаңыз да болады. Етті осылай жұқа-жұқа етіп, турап бәрін дайындап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен тағы қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қалдырып қойсаңыз жақсы болады. Келесі кезекте көкөністерімді турайтын боламын. Жуаны осылай ірі етіп тураймын. Менің жуамның көлемі кішкене болғандықтан мен 3 жуа алдым. Және тәтті бұрышты да осылай ірі етіп турап бәрін дайындап аламын. Комментарий бөлімінде ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Қиярды осылай 4-ке бөліп, сосын 3 бөлікке осылай бөле салам. Мінекей бәрін турап дайындап алдым. Енді кезекте қызып тұрған майға жаңағы турап алған етімді қуырып алатын боламын. Жақсылап ең алдымен етті қуырып аламын. Енді астындағы отын онша қатты қылмай, орташа отта қуырғандарыңыз дұрыс. Мінекей, сосын үстіне турап алған жуаны саламын. Оның үстіне тұз, қарабұрыш, дәміне қарай қосамын. Сосын 3-4 лавр жапырағын қосып, бір 10-15 минут бұқтырып қоямын. Келесі кезекте қиярды саламын. Қиярды салған соң тағы бір кішкене бір 5 минуттай бұқтырып, оның үстіне тәтті бұрышымды салып, чеснокты салып, кішкене қалампыр қосып жіберем. Және де менде мята, сиыр етіне арналған дәмдеуіш бір шай қасықтан қосамын. Сосын 15 минут тағы бұқтырып қоямын. Мінекей, менің етім пісіп дайын болды. Көп бұқтырып қоюдың қажеті жоқ. Ішіндегі көкөністер қатты пісіп кетпеген дұрыс негізінде. Сосын келесі кезекте енді гарнирімді дайындайтын боламын. Мен гарнирге күріш алдым. Күрішті осы кішкене сұйық майға алдымен қуырып жіберемін. Сосын 2 чашка су құйып, кішкене тұз салып жіберемін да, қайнатып пісіріп аламын. Күрішті майға қуырып алсаңыз, кейін алған кезде жабыспай әдемі болып шашырап пісетін болады. Мінекей, мен тағамым дайын болды. Өте керемет, дәмді тағам. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осы тағамды жасап көріңіз. Мен бұл тағамды кунжутпен сәндедім. Кунжут енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша оны сепсеңіз де болады, сеппей қойсаңыз да болады. Қандай керемет тағам, осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Арнамда келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Арнамнан алыстамаңыз. Менің жаңа шығатын видеоларымды қарап отырыңыз.